Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге демаш кездер. Мен сіздерге қазір осындай бір күшті үй салуды үйретемін. Мен бұл үшін көп дайындалдым, сондықтан мен өзімді про деп санаймын. Өйткені мен осы үйді ойымнан шығарып жасадым. Сондықтан біз видеомызға кеттік. Тез. Мінекей, мен оларға керекті заттарды қойдым. Ол, конечно, мынандай ақ блок, содан кейін стекло, содан кейін ворота каменный, стеной из булыжника дейді. А мынау ступенька, мынау есік, березовый есік, а мынау дубовое листво. Осының бәрі бізге керек болады. Так, мен үйімді мына жерге саламын. Бірінші заполнить етіп алу керек. Мына жерде қанша блок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 стало. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, енді қанша блок? 1, 2, 3, 4, жоқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. Тоқта 5 ма, достар? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. 7 ғой. Тоқта дұрыс па? Дұрыс екен. Мына жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опа. А енді қанша блок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы да 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Болды. Ал енді. Так, жаңа 6 блок болды ғой, иә, достар? Так. Қазір келетін боламыз. Мінекей, достар. Мен жаңа ұйықтап алдым, әйтпесе қараңғы болып, анау көре алмайтын едік. Сондықтан мен өзім ұйықтап алдым. Так. Так, мынау қанша? 1, 2, 3, 4. Так, достар, осыны істеп болғаннан кейін келетін боламын. Тамаш, достар, мен ашам. Осының размерін салып болдым. Ал енді істеп болғанын қойдық. Қойыңыздар. Мына жерге 8 ғой. Четвер паук. Санап алу керек. 6 болу керек қойдым. 3, 4, 5, 6. Так, былай. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дұрыс екен. Так. Енді мына жерге, мына жерге сат қалып қойдым. Істеп болғанын қою керек. Газ қойып болғаннан кейін келетін боламыз. Міне қойып болдым, достар. Ал енді мына жерге қойып жайық. Есіктерді қойсайық сразу. Есік точно керек болады. Жап. Ол енді полын жасаймыз. Полын, конечно, ақ блоктан жасаймыз. Так. Газ болғаннан кейін келетін боламыз. Мінекей, достар, полын істеп қойдым. Және де төресін істеп қойдым. Өйткені көп оны істеу, сондықтан тез болып кетсін деп істеп қойдым. Міне кішкене ұсап келе жатыр, достар. Так, енді былай. Былай қойып шығамыз. Бірінші астына қою керек, достар. Өйткені астына қоймасаң бірден болып қалады. Так, мына жерге былай. Астына мен қойды ұмытып кеттім ғой. Мына блоктарды сразу қою керек. Так. Тезірек.
қиын сол блоктарды қойып жүрген. Мен сондықтан солай тренировать етемін солай. Ал қыздар білесіздер ме? Мә қай білмей жүреді ғой. Соғып бер дейді. Сразу. Так. Мына жерге қойдым кепек. Так. Былай. Былай. О, запал достар. Ой. Шырай, қоя салам ше. Ой. Так. Ал енді мына несін салу керек. Қазір салып болғаннан кейін келетін боламыз. Мінекей болдық достар. Енді ішін салу керек. Так, ол үшін бірде төсектерін салып сек. Ол керек болады бізге. Конечно. Ой. Мына жерге бай. Так. Осы қойып шығасыздар. Ал енді мына жерге мен ұмытып кеттім. Так. Шкаф болады. Бұл шкаф болады. Так. Мен білем мына жерге не қоятын. Конечно, сундукпен. Йо. Верстак. Мына жерге мынау қоямыз. Конечно, дауысын естіңсеңіздер, мен құлақтарыңыз еститін шығар, жарып кететін шығар. Давай енді мынаның орнына. Так. Қайда ол? Қайда еді ол? Так. Так, қайда? Так, таппадым достар. Мына жерде ме? Жоқ. Жаңа бар еді ғой достар. Міне таптым. Осы және тағы да верстакпен сундуктарды қойып шығасыздар ғой. Сундуктар міндетті түрде керек. Так, былай. Ал енді мына жерге кухня. Пол деген кухняның былай болады. Конечно же. Так. Былай. Сындырып шығасыздар. Ой. Жарайды тұрасың. Былай. Енді қара. Немі атымын қалдым. Осында бір қара блоктарды қоямыз. Ал енді холодильник мына жерге. Так. Осылай. Болдан енді мына жерге печка. Екі печка. Мына жерге сундук. Ал енді мыналарды былай қойып шығамыз. Ал енді мынаны қоямыз. Ал енді мына жерге тағы бір шкаф. Содан кейін видеоны аяқтаймыз. Так, ол березовый болады, конечно. Опа. Ой. О, болды. Ал енді есіктерін қоямыз. Мен мына цветочкаларды қойдым кеттім. Айтпеңіздер. Болды. Осымен видеомыз аяқталды. Мен сіздерге осындай күшті үй салуды үйреттім. Енді осы егерде Майнкрафт
Майнкрафтқа или Мастеркрафтқа или Вордкрафтқа салуларыңызға болады. Ал сен болған Димаш Кезет, баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар, және де лайк басып, комментарий жазып, және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сен болған Димаш Кезет, баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.